Бүгін бүкіл әлем ақын, ағартушы және философ, жаңа қазақ әдебиетінің негізін қалаған Абай Құнанбаевтың туған күнін атап өтуде. Абай мұрасы баға жетпес қазына. Өз заманында даналығымен дараланған, парасатымен танылған Абай шығармалары ғасырдан ғасырға қадам жасауда. Қаншама буын оның ұлы шығармаларымен қанаттанды. Нешеме жас ұрпақ Абай мұраларының тағылым бесігінде тербеліп өсті. Абай Құнанбаевтың еңбектері, өлең мен жырлары, қара сөздері адамзат үшін шексіз білім арнасы, тағылым мен тәрбие теңізі. 75 жылдан бері еліміздің ең көне музыкалық театры, Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры ұлы ағартушының есімімен аталады. Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылған Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театры Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен кәсіби емес орындаушылар арасында Абай әндері онлайн байқауын өткізді. Оның қорытындысын біз сіздерге хабарлап, қуанышпен бөліспекпіз. Байқауға Алматы, Талдықорған, Қарағанды, Қызылорда, Жаңаөзен, Павлодар, Түркістан облысы, Нұр-Сұлтан, Өскемен, Семей, Тараз, Екібастұз, Ақтөбе, Арқалық және Монғолиядан 6 жас пен 70 жас аралығындағы 80-нен астам орындаушы қатысты. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Міне бүгін Абай атамыздың 175 жылдығына арналған онлайн конкурсымыз мәресіне жетті. Барлықтарыңызды құттықтаймыз. Қанаттарыңыз талмасын. Осы бастаған істеріңіз ары қарай жалғаса берсін. Енді мына бүгін түнде осы онлайн дауыс беруіміз аяқталды. Соның өз нәтижелері бар. Соларды сіздерге атап өтсем. Бұл жерде мен 4 жастан 14 жасқа дейінгі аралықтағы балаларымыздың, конкурсқа қатысушыларымыздың жеңімпаздарын атаймын. Бізде бірінші орында Нұрғожанов Алангир, Алматы қаласы екен. Екінші орын Қуанышбекова Алора, Талдықорған қаласы. Үшінші орын Әбдірайым Қабілет, Қармақшы ауданы. Құттықтаймыз. Орындарыңыз өте құтты болсын. Және де мына біздің организациялық Абай театрымыз жаңағы өзінің ерекше бір көзайым ретінде дипломдары бар. Соларды атап өтсем, қабыл алыңыздар. Бұл жерде Абай әнін адам жанына әсерлі жеткізген орындаушылық шеберлігі үшін тағылым атаулы жүлдесімен Амангелдиев Батыржан марапатталады. Және де сондай қос өнердің туын көтерген ерекшелігі үшін Тел қоңыр атаулы жүлдесімен Болат қызы Асылайым марапатталады. Абай әндерінің сазды иірімдерін шеберлікпен жеткізген үшін Маржан атаулы жүлдесімен Галачук София аталады. Және де Абай әндерінің сазды иірімдерін шеберлікпен жеткізген үшін Маржан атаулы жүлдесімен Құлыбек Балнұр марапатталады екен. Тағы да мына жерде Абайдың сирек орындалатын ән орындаған үшін Аманат атаулы жүлдесімен Төлемұрат Нұриман марапатталады. Және де әннің әуездік ерекшелігі үшін танытқан орындау шеберлігі үшін Жақыт атаулы жүлдесімен Рымкүл Кәусар марапатталады. Және қазақ опера өнерінің болашағы деп танылып,
Ізбасар атаулы жүлдесімен Нұрғожанов Алаңгер марапатталады. Және де мұн жерде Сыр сандығбашы атаулы жүлдесімен Асылбек Жанерке марапатталады екен. Қайырбеков Санжар, диплом Жақұт. Сіздерді құттықтаймыз. Әр қашанда осы Абай атамыздың әндерін, Абай атамыздың сөздерін әр қашанда жаттап, болашақта біле жүріңіздер, айта жүріңіздер. Көп рахмет. Құттықтаймыз тағы да. Добрый день. Мне очень приятно сегодня сообщить о том, что завершился онлайн-конкурс «Абай-Андера». Сегодня ночью были подведены итоги интернет-голосования, и я с удовольствием хочу озвучить в группе от 15 до 25 лет имена победителей. Первое место – Симбинова Жебекжан, 19 лет, Усть-Каменогорск. Второе место – Сая Сейлханова, 17 лет, Алматинская область. Третье место – Жанарбек Лашин, 19 лет, Монголия. И Государственный академический театр оперы и балета имени Абая также награждает специальными дипломами следующих участников. Ормаханова Ахбаян, диплом Гаухар. Науан Жанерке, диплом Аманат. Жанарбек Лашин, Көзайым, диплом Көзайым. Низан Аблайхан, диплом Санлак. Сайлаубай Анель, диплом Аманат. Али Муса Сункар, диплом Тума. Ауисхан Айгерим, диплом Зерте. И Алдабергенова Ахбота, диплом Зергер. Поздравляю еще раз. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Деп Абай атамыз жырлағандай, не бүгін біздің онлайн конкурсымыз мәресіне жетті. Бүгін түнде онлайн дауыс беру тоқтатылып, соның шешімін сіздерге жария етемін қазір. Сіздерді Абай атамыздың 175 жылдық тойымен құттықтаймын, бүкіл қазақ елін. Біз Абай атамыздың атымен аталатын театр болғандықтан, сол кісінің әндерінен халық арасына конкурс жариялап, шешімін шығарып отырмыз. Соның мынау 25 пен 44 жас арасындағы қатысушылардың орындарын айта кетейін. Бірінші орын Тұрдыжан Қуаныш. Құттықтаймын сізді. Екінші орын Патсабаев Мақсат. Сізді құттықтаймын. Үшінші орын Мұзбаева Жадыра, Ақтөбе қаласынан. Абайдың әнін керемет орындадыңыз. Сіздерді шын жүрегімен құттықтаймын. Ел іші өнер кеніші дейді. Әрқашанда осылай жүректеріңізде, көңілдеріңізде әнге деген махаббат болса, біздің өнеріміз өлмейді деп ойлаймын. Тағы бір айта кететін, конкурстың ұйымдастыру комитетінің шешімімен арнайы жүлделер тағайындадық. Соның айта кетсем солардан. Нұрсұлтан
Жексенбаев мына абайдың дәстүрлі мәнерде жүрекке жеткізіп орындаған үшін дүл атаулы жүлдесімен марапаттадық біз. Өте керемет, Нұрсұлтан, сізге рахмет. Әнді терең түсініп орындағаныңыз үшін. Келесі жүлдені Мұзбаева Жадыра, мен сізге айтып кеттім жаңа, сізді де керемет осы абай әнінің саф сұлулығын жеткізе біліп орындағаныңыз үшін Әнжу деген сізге марапат беріп отырмыз. Рахмет сізге. Сіз өзіңіз ұстаз екенсіз, шәкірттеріңізді осылай тәрбиелеп, ұлттық өнерімізді бойларына сіңіре білгеніңіз үшін рахмет айтамыз сізге. Келесі Опабеков Бекболат деген, сізге де абайдың сирек орындалатын әнін орындағаныңыз үшін Аманат деген атаулы жүлдемен марапаттап отырмыз сіздерді. Рахмет. Келесі жүлдеміз Сырғабаева Гүлжанат. Абай әндерінің сазды иірімдерін шеберлікпен жеткізгеніңіз үшін сізге Маржан деген атаулы марапатты ұсынып отырмыз. Рахмет сізге. Келесі жүлдегеріміз Тоқубаев Есімхан. Сізге абай әнінің ұлттық ерекшелігін тамаша жеткізгеніңіз үшін, тамаша орындағаныңыз үшін ұлағат атаулы жүлдемен марапаттаймыз. Келесі Қуанышбекова Маржан. Сізді абай әнінің классикалық мәнердегі ерекшелігін танытқан шеберлігіңіз үшін Гаухар атаулы жүлдемен марапаттап отырмыз. Келесі орындаушымыз Әділханов Асқар. Абай әнінің ерекше даусымен орындағаныңыз үшін Айдын атты жүлдемен марапатталасыз. Келесі жүлдегеріміз Дивел Вера. Сіз мұна біздің Абай атамыздың әнін ұлттық ерекшелігімен орындағаныңыз үшін сізге ұлағат атаулы жүлдемен марапаттаймыз сізді. Келесі конкурсқа қатысушымыз, жүлдегеріміз Исмаилов Әділет. Абай әнінің нақышты иірімдерін шеберлікпен орындағаныңыз үшін Әділет. Келесі жүлдегеріміз Исмаилов Әділет. Абай әнінің нақышты иірімдерін шеберлікпен орындағаныңыз үшін Зерде атты жүлдемен марапатталасыз. Сіздерге осындай бәйгеге қатысқандарыңыз үшін үлкен рахметімізді айтамыз. Ең бастысы дендеріңіз сау болсын. Осы қиындықтан еліміз болып аман-есен шығайық. Енді халқымыздың басына неше түрлі небір нәубеттер өтті ғой, бәрінен аман-есен өттік. Әйтеуір сол осы қиындықтан да өтеміз деп мен сенімдімін. Барлығыңызға бір Алла жар болсын. Рахмет. Міне бір айға жуық созылған Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын мерекелеу аясында өткізілген кәсіби емес орындаушылар арасындағы Абай әндері онлайн байқауы өзінің мәресіне келіп жетті. Сіздердің осы Абай әндерін насихаттауда, халық арасына таратуға қосқан үлестеріңізге өте көптен көп рахмет. Осы конкурстың көрермендер және тыңдаушылар сол қатысқан адамдардың бал қою мәселесі бойынша бүгінгі жүлдегерлердің атын атауға рұқсат етіңіздер. Бірінші орында Шарипова Гүлназ. Екінші орын Оразалина Күлсін.
3-ші орын Ибраева Балкен. Бұл номинация бойынша осы конкурсқа қатысқан аға буындардың орындарын осылай көрермендер, тыңдаушылар даусымен осылай шешілді. Енді өзіміздің театрдың атынан тағайындап отырған номиналдық жүлделер бар. Соны атауға рұқсат етіңіздер. Абай әндерін насихаттауда дәстүрлі өнер туын көтерген аға буын өкілі Оразалина Күлсін қазына атаулы жүлдесімен марапатталды. Абай әнін кәсіби деңгейде нақышына келтіре орындағаны үшін әдемі даусымен бәрімізді таң қалдырған, орындаулық мәнерін жоғары деңгейде көрсеткен Шарипова Гүлназ Бұлбұл номиналдық жүлдесімен марапатталды. Абай әндерін нақышты иірімдерін шеберлікпен орындағаны үшін Зерде атаулы жүлдесімен Ибраева Балкен марапатталды.